Болашақта ғылым мен инженерлік кадрлар даярлау ісіне басымдық беріледі. Елімізде инженерлік техникалық маман иелер тапшы, сондықтан осы бағытқа бөлінетін грант саны арта түспек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында осы мәселеге тоқталып, жас ғалымдарға барынша жағдай жасалады деді. Ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында президент жоғары технология мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді пайдалану қажеттігіне баса назар аударды. Мемлекет басшысы соңғы жылдары ұлттық ғылымды дамытуға ерекше көңіл бөлініп жатқанын айтты. Бұл салаға тартылған инвестиция көлемі соңғы 5 жылда 5 есе артқан. Зерттеу университеттерінің саны артып, олардың өндіріс орындарымен байланысы күшейе түскен. 300-ге жуық коммерциялық жоба қолға алынды. Бұл университет зерттеу, инновация, коммерция жүйесінің тұрақты түрде қалыптасып келе жатқанын көрсетеді. Президент осы үрдіске тың серпін беріп, оны таяу арада толығымен енгізу қажеттігін айтты. Ғалымдардың мүддесін қорғауға баса мән беріп отырмыз. Ғылым және технологиялық саясат туралы жаңа заң қабылданды. Ғылымды басқарудың жаңа құқықтық негізі қаланды. Ұлттық ғылымның кадрлық әлеуетін нығайту бұл аса маңызды, түйінді мәселе. Оны басты назарда ұстау қажет. Жас ғалымдарға барынша жағдай жасала беру керек. Мемлекет басшысы атом энергетикасын дамыту үшін стратегиялық ресурстардың маңызына ерекше тоқталды. Бұл салада елімізде қажетті сирек кездесетін металдардың жеткілікті қоры бар. Мәселен, уран өндірісі бойынша Қазақстан әлемдік көшбасшылардың бірі. Бұл шикізат қорының 40% елімізде шоғырланған. Ал атом станциясы іске қосылғаннан кейін бұл ішкі нарықтың қажеттілігіне жұмыс істей бастайды. Бірінші атом электростанциясын салу ауқымды жұмыстың басығаны. Бәсекеге қабілетті әрі дербес атом индустриясын қалыптастыруға күш салған жөн. Сонда біз энергетикалық тұрудан ешкімге тәуелді болмаймыз. Қазір атом энергиясы жөніндегі агенттік осыған қатысты стратегиялық құжат дайындап жатыр. Онда энергия тапшы аймақтарда шағын модульді реакторлар орнату мәселесі қамтылуға тиіс. Президент ұлттық кеңесте ғылым мен инженерлік кадрлар даярлау мәселесінде айрықша атап өтті. Елімізде техникалық маман иелері тапшы. Жоғары оқу орындарын бітірген түлектердің 90% бакалавр дәрежесінде, ал ғылым докторларының үлесі 1%-ға да жетпейді. Сондықтан осы бағытқа бөлінетін грант санын арттыру керек деді. Әсіресе техникалық инженерлік мамандықтарға басымдық берілуі тиіс деді мемлекет басшысы. Инара Барсақбаева, президент телерадио кешенінің көмегімен 7-ші арна.